Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аз ғана уақыттарыңызды алатын, өте жылдам дайын болатын кабачкида рулет жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаны алып, 1 келкі масса болғанша жақсылап вилканың көмегімен араластырып аламыз. 2 ыдысымызға дайындап аламыз панировочный сухаримен жұмыртқаны. Кабачкимізді жуып, жақсылап кептіріп алғаннан кейін 2 шетін кесіп алып тастаймыз. Қыздар, қолдарыңызды абайлаңыздар, пышақтарыңызбен кесіп алмаңыздар. Видеода көрсетілгендей қатты жұқа қылығы емес, орташа қалыңдықта кабачкиларды кесіп дайындап аламыз. Осы видеода анық көрсетіліп тұр, кабачкилардың қалыңдығы қандай болу керек екендігі. Кабачкиміздің бір шетін ғана жұмыртқаға малып, панировочный сухариға аунатып аламыз. Тек қана бір шетін салып аунатамыз, өйткені қыздар кабачки піскен кезде өте жұмсақ, нәзік болады. Ораған кезде жыртылып кетпес үшін біз тек қана бір шетін осылай аударып, аунатып алатын боламыз. Екінші жағына жұмыртқамен панировочный сухаридің жағудан қажеті жоқ. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір рет көрсетейін. Осылай бір шетін аунатып аламыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Барлық кабачкиді осылай жасап алғаннан кейін противенға салып, бір келкетіп жұмыртқа жағылмаған бетін төмен қаратып саламыз, ал панировочный сухари көрініп тұрған бетін жоғары қаратамыз. Начинкасына мен укроп, чеснок, майонез үшеуін араластырдым. Толық рецепті видеоның астына қалдыратын боламын, қыздар. Егер майонезбен ұнамаса, сіздер фетаксамен, творожный сырмен жасасаңыздар болады. Помидорды мен ортасынан бір ғана бөлдім. Егер сіздерге ол қалың болып кетсе, ортасынан тағы бір бөлсеңіздер болады. Видеода көрсетілгендей начинкамызды жағып, сэндвичтің лист салатаны салып, осылай орап шығатын боламыз. Немесе укроп салып та орасаңыздар болады. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған мөлдір. Жаңа рецепт өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мен пайдаланған панировочный сухаридің фотосы осы, қыздар.